қарайын. Мен 20 миллион, 30 миллион демек қойын, я стабильно 10 миллион айына алып тұратын мүмкіндік бар. Түсініңіздер ма? 10 миллион. 8-ақ мың адам. Шамаларыңыз жете ма? Жетеді ғой, 8-ақ мың адам. Айына бір айдың ішінде жалпы бір жылдың ішінде не важно, 2 жыл жүресіз ба, 1 жыл жүресіз ба, өзіңізге байланысты. Шашымды жұлып 6 айда жасап тастайсыз. 6 айда жасап тастайсыз ба 8 мың адамды. Мына жағыңызға 8 мың, мына жағыңызға 8 мың адам. Все, довольный клиент ол. Әшейін. Ол не ғой? Не сияқты ғой? Базар сияқты ғой? Сіздерге мен сізге бүйтіп жақтан түсетін мынау деп айтпай ақ қойыңызшы. Ең қарапайым масштабировать етіңізші айға ол сізге байланысты ғой, мысалы қалай бір айда, 2 айда. бір жылды допустим, да? бір жылдың ішінде ол болады. Айда қанша адам жазуымыз керек? 8 мыңды 12-ге бөлесіз. Мысалға біз бүйтіп айтатынбыз баяғыда. 4-5 жылдың ішінде. Біз айына 33 миллион аламыз. 33 миллион стабильно түсіп отыратын бізге. Дым істемейміз. 3 ай сайын қаңғырамыз, 3 ай сайын қыдырамыз. Бөтен мемлекеттерде әр жерде да ештеңе қимылдаған жоқпыз. Бірақ оған жету үшін біз 2 жыл ештеңеге қарамай, ешкімді тыңдамай біз жұмыс жасадық. 2 жыл. Понимаете? Соны айтады. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ай ғой мынау, е? 1 жыл. Біз анау постоянно айтамыз ғой, 1 айда 2 адам шақыра аласың ба деп айтамыз. 2 адам, 2 адамды дублицировать ететін болсаңыз, Тәрбиелеу керексің ғой соны. тәрбиелеп өзіңіз сияқты 8 мың адамға жеткізу үшін оларды сөйтіп үйрететін болсаң, постоянно офиске кел, событияға кел деп сіздер сияқты активный партнер болса, біз сияқты ше, ол кісілердің барлығы 1 жылдың ішінде 8 мың адам әшейін болып қояды. Түсініңіз ба? Сіз ары қарай тартпайсыз, пәленбай адам. 2 адамды тәрбиелеуіңіз керек болды. 4 деп кетеміз. Біледі ғой енді 4, ары қарай 8, 16, 32, 64, 128, сосын 256, ары қарай 516, по-моему, да? 12. 12. 1024, сосын 2048, дальше 4096. 4096 мына. Бәрін санасаң 8 мың. 4096, бәрін санасаң 8 мың болады. 2-ге көбейте салыстыр болды. Просто 1-ақ жылда айтып тұрмын да, енді 1 жылдың ішінде көп адамдар мынаған жеткізе алмайды. Даже мен өзімді кейбір кезде жеткізе алмаймын. Сол үшін 2-ақ жыл айтып отырмын. 2 жылдың ішінде бір жағыңызда 8 мың, бір жағыңызға 8 мың адам жинаңыздар. Команда болып, бір өзіңіз емес. Довольный клиенттер, стабильный сіздерге 10 миллион түсіп отырады. Мен 20 миллион, 30 миллион деп жазбай қояйын. Потому что ол 30 миллион, 40 миллион алып жүрген жоқ адамдардың басына сыймайды. Түсініңіздер ма? 10 миллионнан бастайық. Это нормально уже. Мысалы, даже өзімізде кезінде компанияға келген кезде мен бірден 5 миллион, 10 миллион деп жазған жоқпын. Мен естедім бірінші. $500 айына алып отырсам екен деген мақсат қойдым. Күніге осыны көріп отырдым. $500 $1000-ға шықтық. $1000-дан ары қарай холодильникке қаншада деп жаздық? $2000 деп жаздық, ә? $2000 деп жаздық. $2000-дан уже резко $5000 деп жаздық. Осыған көзімізді, миымызды үйреттік, санамызды. Дальше ары қарай уже $20000 деп жаздық. Кете берді ары қарай уже контроль болмады бізде. Бардықта $40000-ға уже тіреліп қалдық. Дальше ары қарай таба алмайтынымызды білдік. Одан кейін естедік, Небоевке келдік дегенсің ба? Небоевте Шексіз. Небоевте шектеу жоқ. Реально. Жерде жоқ қой, потому что бинаның өзінен 60 миллион алуға мүмкіндік бар. Ал ол 60 миллион алуға, понимаете, бізге әлі 2 жыл енді болады. 2 жыл енді болады ғой. Біздің 2 жыл болатын кез қаша болады? Ноябрьде бізде 2 жыл болады. Ол компанияға келгенімізге. Біздің келгенімізге әлі 1,5. Ну, примерно сондай болып тұр. Понимаете? Ол өте үлкен результат бұл. Бір сөзбен айтқанда. Сол үшін стабильно алу үшін бүкіл нәрсені білмесең де, мынаның составын білмесең де, мен білмеймін мынаның составын. Қазір GPT-ге салып оқып отырып ше, құрамдарын бәрін уже кешегі аяқтағы конференциядағы дәрігерлердің айтқандары қатты ұнатты маған ше. Енді құрамын енді 1,5 жыл айтып оқып жатырмын да. Но маған не керек, маған ақша керек та. Данныға мен маркетинг қызық та.
қалай мына аяғымды 8 мыңға, қалай мына аяғымды 8 мыңға толтырсам деген әрекетпен жүрмін қазір. Шыны керек. А сізде мына жағыңызда 8 мың адам болды ма? Резко доход надан көтеріліп, өсіру үшін не істейсіз? Қыздар, сіздерге мынау промоушен деп, депозиттеріңізге промоушен беріп жібересіз ба? Полный, да? Мынау резко 20 миллион болады. Батырлап алады жұрттардың бәрі ше. Бір продукты мынаны қосып жіберіңіз, промоушен, бір адам бірдеңе алса, мынандай беремін сыйлыққа деп. Сіздердің депозиттеріңізге тегін түсіп жатыр ғой. Соның бәрі не істейді? Мынаның барлығы тырбаңдап тұрып жұмыс жасайды, сіздіңкі резко 30 миллион болады. Түсініңіз ба? Бірінші количествоға жұмыс жасаңыздаршы. Количествоның ішінен качество алып шығасыздар. Қазір сізде количество да жоқ, басқа да жоқ. Айдағанның 5 ешкі, мына жағында 5 адам, мына жағында 5 адам. $1000 қайдан түседі, $1000 сықырын жер жарады дегенде ше. Неғып маған бинар түспей жатыр. Сол үшін бірінші сықыру үшін адамды 2 количество. жыл пахать ету керек қой, бір Да, жыл. 2 жыл пахать етіп, количествоға жинап алыңыздар. Количествоға жинап алсаңыздар, сіздер уже качествоға жұмыс жасайсыздар. Сетевойдың ең мықты несі, жолы, оңай жолы осы ғана. Бәрін идеально білудің қажет жоқ бұл жерде. Бәрін білем деп айту ол күнә, мен даже өзім айтпаймын. Мен бәрін білмеймін, білушімін. Біліп жүрмін, бірақ менің мақсатым, фокусым қайда? 8 мың адамда. Менің фокусым, даже менде жоқ 8 мың адам. Но мен осыған жұмыс жасап отырмын. 8 мың адам жоқ болып, мен стабильно алып отырмын да. Понимаете, мен мына жағымды қазір ашып көрсетіп алам. 2400, мына аяғымда 2500 ақ. Қазіргі данный момент. И то 10 миллион алып отырмын. Сіздерге енді жай ғана әшет цифрмен, оның мысалы 8 мыңның, мынауның 50% істемегеннің өзінен ал түсіп отырады ғой сіздерге 10 миллион. Көбейте салсай, 8 мың адамы айына 100 CV-ден. Давай, көбейтіп бер. Білгіштерді тиіп аласың да қасына, сөйтіп жүресің ғой. Көбейтесің, қанша дей салыңыз? 50 CV дейді да? 50 дей салыңыз. 8 мың адамның барын жеке-жеке мен шақырам деп, ондай емес. Сіздің шақырғаныңыз 2-4, 8 ғана адам болуы мүмкін. Ол бірінің шақырған адамдары олар. 20%. Түсіндіңіздер? Сондай ол 8 мың адам бәрін сіз емес шақырады. Ол команда жұмыс ол. Бүкіл команда. Сіз танымайтын адамдар десеңізші. Иә, танымайды. Сіздің тануыңыз мүмкін 4-8 Шымкенттен. Мынау Ақтаудан шығуы мүмкін. Мынау Уральск, мынау Қырғызстан, Өзбекстан, Европа, Қытай деп кетуі мүмкін ол. Сондай болып тұр ғой, мысалы бізде шақырғанымыз мысалы біреу Шымкент, біреу Алматы болатын болса, Алматыдан Астана, Астанадан Қытай деген сияқты ғой. Мысалы мына кісілерден Ташкент деген сияқты да. Қырғызстан осы кісілерден арғай кеткен да. Өзің білмейсің да қақтан келетінін. Просто әшейін жай ғана есеппен алған фокусты 8 мың адам аяғымда, 8 мың адам аяғымда деп қиындатпай, 2 жағыма 8 мың адам 2 жылдың ішінде мен жасаймын деген цель қойыңыздар, мақсат. Сол мақсатпен жұмыс жасаймын. Мына жерде әшейін 50% есептеп тұр. Бұл если үйге барып бәрін математика салатын болсаңыздар, сіздердің көздеріңіз банк болады. Чека, ананы, мынаны айтып қойық да. Әшейін мен бинарды айтып тұрмыз. Командный десейші. Иә, командный бинарды ғана айтып тұрып біз, болды. Ал ол 8 доходты ойлайтын болсаңыздар, қойшы мына жерде істемей қойшы мен істеймін. Бұндай көп ақша болса мен есіркетемін деп. Әзір ғой көтере алмай деп ойлайсыздар да. Сол үшін просто 8 мың адамды табыңыздар, болды. Өзіңіз таппайсыз, оны командамен табасыз. Істемеймін деген адамды тастап кетіңіздер, басқа адаммен кете беріңіздер.